Армысыздар студенттер. Бүгінгі сіздердің тыңдайтындарыңыз экология және тұрақты даму пәні бойынша тірі зат концепциясы тақырыбында дәріс сабағы. Яғни дәріс бойынша қаралатын мәселелер: бірінші, биосфера концепциясының қалыптасуы; екінші, тірі заттардың арнаулы қасиеттері мен ерекшеліктері; үшінші, тірі заттардың негізгі биохимиялық функциялары; төртінші, биосфера шекаралары; бесінші, биосфера эволюциясы. Қазіргі ұғымдағы биосфера ғылымын ғылыми түрде негіздеген ұлы орыс ғалымы Вернадский болды. Ол биосфераның планетамыздың тіршілік тараған сыртқы қабығы екендігін айта отырып, биосфера құрамына кіретін тірі заттарды бір-бірінен өзгеше ерекшелігі бар бірнеше 7 топқа бөлді. Бұл бөлінген, яғни биосфераны құрайтын заттарды келесі кестеден көрулеріңізге болады. Биосфераны құрайтын зат ол бірінші тірі заттар. Олардың ерекшелігіне келетін болсақ, тірі заттардан тұратын барлық тірі организмдердің жиынтығы, яғни оған адам да кіреді. Екінші, биогенді заттар. Тірі организмдерден тікелей тіршілік әрекеті нәтижесінде пайда болған және күрделі өзгерістерге ұшырайтын заттар, яғни олар темір, тас көмір, мұнай, тағы басқа заттар болып есептелінеді. Биожанама заттар тірі организмдердің қатысуынсыз түзілетін қатты, сұйық және газ күйіндегі заттар болып табылады. Яғни бұлар вулканның атқылауынан пайда болған немесе жер қойнауындағы қысымның, температураның әсерінен түзілетін заттар болып табылады. Биожанама заттар әрі тірі және әрі өлі заттардың биорганикалық қосылыстарының қосылуынан пайда болған заттар. Бұл кезде тірі организмдердің басты рөл атқарады. Оған топырақ кіреді. Радиоактивті заттар табиғи түрде кездесетін кейбір радиоактивті элементтердің изотоптары жатады. Шашыранды күйіндегі атомдар, яғни табиғи түрде кездесетін кейбір радиоактивті элементтер, үздіксіз әсер ететін заттар биосфераға ғана тән заттар болып табылады. Жетінші зат, яғни шығу тегі космостық заттар. Бұларға метеориттер немесе космостық шақ тозаңдар жатады. Қазіргі ғылымның көзқарасы бойынша тірі заттарға кейбір арнаулы қасиеттер мен және оларға биосферада белгілі биохимиялық функцияларды орындайды. Тірі заттардың арнаулы қасиеттері және ерекшелігі: бірінші, биосфера тірі заттар энергияның үлкен қорымен сипатталады. Екінші, тірі заттар және өлі заттар арасындағы күрт айырмашылық химиялық реакциялардың өсу жылдамдығымен байқалады. Яғни тірі заттарда ол реакциялар 1000 есе, кейде миллион есеге дейін жүріп отырады. Тірі заттардың ерекшелігі оның құрамындағы және химиялық қосылыстардың белок, фермент және тағы басқа тек тірі организмдері ғана тұрақтылығында. Еркін қозғалыс биосферадағы барлық тірлік заттардың жалпы белгісі болып табылады. Өлі затпен салыстырғанда тірі заттарды көбірек морфологиялық және химиялық әртүрліліктер кездеседі. Тірі зат мөлшері биосферада үлкен шамада және организмдер түрінде кездеседі. Ең ұсақ вирустар шамасы 20 нанометрге дейін, ең үлкен жануар кит ұзындығы 33 метрге дейін жетеді. Ең үлкен өсімдік сексевоя биіктігі 100 метрге дейін жетіп отырады екен. Тірі заттардың негізгі биохимиялық функцияларын атайтын болсақ, яғни бірінші ол энергетикалық функция. Негізгі күн сәулесін радиациясымен қатар биосфера планетарлық құбылыстардың жүзеге асуындағы космос сәулелермен байланыстылығы. Күн сәулесі жинақталатын және биосфера компоненттері арасында таралатын жасыл өсімдіктердің фотосинтездік іс әрекеті бұл функцияның негізін құрайды. Жерде бүкіл тіршілік құбылыстарының барлығы күн энергиясының жинақталу есебінен түзіледі.
Екінші функция газдық функция. Газдардың миграциялауына және олардың айналымы жүріп, биосфераның газдық құрамын қамтамасыз етеді. Қамтамасыз ету процесінде тірі заттардың негізгі газ, көмір қышқыл, оттегі, метан және тағы басқа заттар түзіледі. Үшінші, жинақталу функциясы. Қоршаған ортада биогенді элементтердің тірі организмдердің бөліп алуы мен жануы. Тірі заттар құрамына жеңіл элементтердің атомдар, сутегі, көміртегі, азот, оттегі, натрий, алюминий, күкірт, хлор, кальций кіреді. Сыртқы ортаға қарағанда бұл элементтердің концентрациясы тірі организмдер денесінде 1000 есе жоғары болып келеді. Бұл биосфераның химиялық құрамында әртүрлілігімен және оның планетаның өлі заттарының құрамымен анағұрлым айырмашылығымен түсіндіріледі. Келесі функция тотығу-тотықсыздану функциясы. Ауыспалы тотығу дәрежесі бар атомдардың құрамында болатын заттары бар химиялық айналымға тән. Мысалы, темір, марганец және тағы басқа қосылыстар. Келесі функция деструктивті функция. Органикалық заттардың минералдануында жүретін организмнің өлгеннен кейінгі ыдырауымен байланысты процесс. Яғни тірі ағза заттарды минералды заттарға айналдырады. Нәтижесінде сонымен қатар биогенді, биокосты заттар түзіледі. Келесі функция орта түзуші функция. Нәтижесінде тіршілік процесіне ортаның физика-химиялық параметрлерінің түзілуінен жүзеге асып отырады. Жетінші функция тасымалдаушы функция. Ауырлық күшіне қарсы және көлденең бағыттағы заттардың тасымалдануынан жүзеге асады. Тірі заттардың жоғарыдан төмен қарай кері араласуын қамтамасыз ететін, мұхиттан континентке шығатын биохимиялық принциптердің бұтағын жүзеге асырушы жалғыз фактор болып табылады. 1926 жылы Вернадский алғаш рет биосфераның шекаралары туралы мәселелерді қозғады. Яғни ол тіршілік жүруіне физика-химиялық жағдайлардың қайсысы қолайлы деген сұрақ қойды. Яғни бірінші сұрақ көмір қышқыл және оттегінің жеткілікті мөлшері ме? Екінші судың жеткілікті мөлшері ме? Үшінші өте төменгі температура сияқты өте жоғарғы температурасы болмайтын температуралық режим. Төртінші минералдық қоректенуге элементтің аз мөлшерінің болуы. Бесінші су ортасының белгілі тұздылығы болып табылады. Қазіргі тіршілік жер қабығының жоғарғы бөлімінде, яғни биосфера, жердік атмосфералық төменгі жағдайында тропосфера және жердің сулы қабатында стратосферадан таралған. Литосфераның тіршілігі плюс 100 градус Цельсиядан жоғары болатын 1,5-15 километрге дейінгі және тереңдікті жер асты сулары мен тау жыныстарының температурасымен шектеледі. Жер қабығының жынысынан бактерия табылған ең үлкен тереңдік 4 километрді құрайды. Мұндай орындардағы 2-2,5 километр тереңдікте көп мөлшерде бактериялар болады. Мұхиттағы тіршілік өте терең қабатқа дейінгі таралған және жер бетінен 10-11 километр тереңдікте мұхиттың түбінде кездеседі. Атмосферадағы тіршіліктің жоғарғы шекарасы жоғарғы ультракүлгін реакцияларының жер бетінде өтуіне кедергі жасайды. Ол озон қабаты. Озон қабаты жерден 20-25 километр жоғарыда күннің ультракүлгін сәулесінің көп бөлігін сіңіреді. Озонның қорғаныстық қабатынан жоғарғы көздерінде барлық тірі организмдер жойылады. Биосферадағы тіршіліктің таралуы біркелкі еместігімен ерекшеленеді. Тірі заттардың концентрациясы негізгі орта бөлігінде, яғни шекаралық қабаты литосфера мен атмосфера арасында болатын топырақта, мұхиттың
беткі қабатында, су қоймаларының түбінде және теңіз түбіндегі зоналарда кездеседі. Биосфера эволюциясы алғашқы кезеңінде шамамен 3 миллион жылдар бұрын абиотикалық процестердегі синтез нәтижесінде органикалық заттар пайда болды. Жер атмосферасы сутегімен, азотпен, көміртегі, метан құрамында көмірге адамның өміріне өте зиян келтіретін хлор да болып келеді. Яғни оттегі тіптен болған жоқ. Ультракүлгін сәулелері ол кезде озон болған жоқ, химиялық реакциялар тудырды. Оның нәтижесінде амин қышқылдары, органикалық заттардың күрделі молекулалар пайда болды. Суда анаэробты ағзалар қалыптасты. Олардың тіршіліктің әрекеті нәтижесінде миллион жылдан кейінгі оттегі пайда болды. Оған біраз бөлігі озонға айналып, жердегі ультракүлгін сәулелерімен сақталды. Одан кейін тіршілік құрлыққа тарады. Атмосферадағы оттегі 3-4%-ға дейін жетті. Бұл шамамен 3 миллиард жыл бұрын болған процесс. Тағы да шамамен 700 миллионнан жылдардан кейін оттегінің құрамы 8%-ға дейін ұлғайды. Көп жасушалы ағзалар пайда болды. Фотосинтез жолымен энергияны байланыстыру басталды. Оттегі мөлшері күрт жоғарылады. Шамамен 400 миллион жыл бұрын оның мөлшері 20%-ға жеткенде тірі ағзалар пайда болды. Көмір қышқылмен мөлшерінің ұлғаюы және оттегінің азаюы кезеңдері болды, дегенмен барлығы қайта қалпына келіп отырды. Адамның шаруашылық әрекетінің өсуі биосфераның табиғи құрылымының негізгі қағидаларын, энергетикалық тепе-теңдіктің қалыптасқан заттар айналымын, биологиялық қауымдастықтың әртүрлілігі мен бір тектігін бұзды. Адам өз мақсаты үшін ғаламшар затын тиімсіз көптеп қалдықтар түрінде пайдалана отырып, экологиялық айналымдарға белсене араласты. Биосфералық элементтердің табиғи тепе-теңдігі бұзылды. Бір адамның өмірін қамтамасыз ету үшін жыл сайын жерден 20 тонна шикізат шығарылды. Бұл орайда пайдалы өнім мөлшері пайдаланатын табиғи ресурстардың 2%-ын ғана құрады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.